Құрметті жерлестер, биыл Абай Құнанбаевтың туғанына 180 жыл. Барлық Қазақстан бойынша Абай Құнанбаевқа арналған көптеген іс-шаралар өткізіліп жатыр. Абай Құнанбаевты өзіміз бала кезімізден білеміз. Қай уақытта болса да әрқашан біз Абай атамыздың кітаптарын, өлеңдерін, қара сөздерін оқып жүреміз. Жалғыз Қазақстан емес, бүкіл әлем Абай Құнанбаевтың шығармашылығымен таныс. Әсіресе Мұхтар Әуезовтің жазып кеткен кітабы Абай жолы деген кітабы. Абай Құнанбаев өлең жазып, тағы да қара сөздер жазды. Көп белгілі ақындарды қазақ тіліне аударды. Сондықтан да біз әрқашанда Абай атамызды өнеге қыламыз. Жастар біліп жүрсін деп өз білгенімізді айтып жүреміз. Сондықтан да Абайдың өлеңдерін қызыға оқып, әрқашанда есімізде сақтап жүреміз. Мен жазбаймын өлеңді ермек үшін, жоқ барды ертегіні термек үшін. Көкірегі сезімді тілі орамды, жаздым үлгі жастарға бермек үшін. Бұл сөзді тасыр ұқпас талапты ұғар, көңілімнің көзі ашық сергек үшін.